Құрметті студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз кәсіптік қазақ тіліне валюта және ұлттық банк. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып қойыңыздар. Бүгінгі біздің мақсатымыз валюта дегеніміз не? Валюта оның түрлері, қандай түрге бөлінеді? Дүниежүзілік валютаның түрлеріне тоқталамыз және осы валютаның барлығын есепке алып отыратын ұлттық банк, Қазақстандағы ұлттық банк жайлы сөз етеміз. Сіздердің мақсаттарыңыз бүгінгі сабақта жаңа сөз тіркестерін дәптерлеріңізге жазып алып, термин сөздерді меңгеріп, ұлттық банк жайлы мәліметтеріңізді кеңейтесіздер. Сонымен, валюта, оның түрлері. Жалпы валюта белгілі бір елде қабылданған ақша жүйесі және сол елдің ақша өлшемі. Ол екіге бөлінеді. Тұрақты валюта алтынмен немесе басқа құнды заттармен қамтамасыз етілген бағасы бар валюта, ал құламалы валюта өзінің көрсетілген бағасынан арзандап бара жатқан валюта. Валюта белгілі бір елде қабылданған ақша жүйесі және сол елдің ақша өлшемі. Ол екіге бөлінеді. Тұрақты валюта және құламалы валюта. Тұрақты валюта алтынмен немесе басқа құнды заттармен қамтамасыз етілген бағасы бар валюта, ал құламалы валюта өзінің көрсетілген бағасынан арзандап бара жатқан валюта. Дүниежүзілік валюталарға келетін болсақ, ол үш топқа бөлінеді. Тұйық валюта, басқа валюталарға айырбасталатын валюта және шектелген валюта. Тұйық валюта бұл тек сол елдің өз территориясында ғана жүреді. Басқа валюталарға айырбасталатын валюта және шектелген валюта ол кейбір валюталарға ғана айырбасталады, белгілі валюталық аймақта қызмет етеді. Қазіргі көптеген елдерде қағаз ақша валютасы пайдаланады. Қағаз ақша айналымда алтынның рөлін атқарады. Олардың құны алтынмен есептеледі. Ал халықаралық қатынастарда жалпы айырбастың рөлін атқарады. Құрметті студенттер, осы дүниежүзілік валюталарға келетін болсақ, мынадай сұрақтарға жауап беріңіздер. Біздің ұлттық теңгеміз осы дүниежүзілік валюталардың ішінен үш топтың қайсысына жатады? Тұйық валюта ма? Басқа валюталарға айырбасталатын валюта ма? Әлі шектелген валюта ма? Валюта бұл жүйенің ақшасы мемлекеттің ақшалай жүйесімен, сонымен бірге валюта өзінің ұлттылығымен, ұжымдылығымен, шетелдігімен ерекшеленеді. Енді осы валютаның ерекшеліктеріне назар аударсақ, біздің жаңағы менің сұрағыма жауап берердің алдында осы ұлттық теңгенің осы қасиеттері бар ма екен? Иә, біздің ұлттық теңгеміз